Тағы да сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы дені сау ұрпақ, жарқын болашақ. Сіздерге слайд көрініп тұр ма? Слайд көрініп тұр ма сіздерге? Жоқ. Астынан қосамыз сонда. Ендіше көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр, апай. Көрініп тұр. Сау ұрпақ, жарқын болашақ. Мінекей, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы дені сау ұрпақ, жарқын болашақ. Мақсаты студенттерді ізденімпаздыққа, белсенділікке, қосымша материалдарды пайдалануға дағдыландыру, ойлау қабілетін дамыту және есте сақтау қабілетін арттыру, ізгілікке, имандылыққа, адамгершілікке, қоғамдағы жат қылықтардан аулақ болуға, салауатты өмір сүруге тәрбиелеу. Аяқталмаған сөйлем. Бақытты өмір бұл, бақытты өмір деп нені айта аламыз біз? Өз пікірлеріңізді айтсаңыздар. Сөйлемді аяқтаймыз. Бақытты Өмір бұл. Отбасының аман болып қасында жүруі көп қой? Иә. Осы өмір сүріп жатқаның бақытты болуының өзі. Осының өзі бақыт қой, өмір сүргеннің өзі. Сонымен студенттер, біз болашақ Қазақстан Республикасының азаматтары денсаулығымызға жастайымыздан қамқор болуымыз қажет. Қазіргі кезде өзіміздің денсаулығымызды сақтау және салауатты өмір сүруін қалыптастыру қажеттілігіне байланысты бүкіл оқу тәрбие жүйесін валидизациялау қажеттілігі туындап отыр. Халықаралық денсаулық сақтау ұйымының есебі бойынша адам денсаулығына 10% дәрігерлік көмек, 15% тұқымқуалаушылықтан, 25% қоршаған ортадан, ал 50% адамның өзіне өмір сүру қалпына байланысты екен. Неге пайыз көрсеткішпен айтқан кезде. Дені сау адам табиғаттың ең бағалы туындысы. Карлейлдің айтуынша. Жер ғаламшары біздің үйіміз ғана емес, біз оның бөлінбейтін бөлшегіміз. Бернацкий. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық онсаулық деген халық мақалы бар. Біздің елімізде 17 миллион адам бар болса, 2050 жылдарда 10,5 миллион болып қалуы мүмкін. Орташа өмір сүру ерлерде, ер адамдарда 57, әйелдерде 72 жас. Басты себептері жүрек қан аурулары, онкологиялық, өкпе ауруы, наркомандар, депрессияға ұшырағандар, салауатты өмір салтының ережелерін сақтамағандар, суицид болып отыр. Халық мынандай дана сөз бар халқымызда. Ақша жоғалтқанын, ештеңе жоғалтпағанын, уақыт жоғалтқанын, көп нәрсе жоғалтқанын, денсаулық жоғалтқанын, бәрін жоғалтқанын деген. Демек, ең басты байлығымыз денсаулық екенін осы халықтың дана сөздерінен тағы да байқауымызға болады. Мен даусым өшіп тұр ғой. Мына бассаң, мен даусым өшіп тұрған сияқты болып тұр ғой, сол үшін. Денсаулыққа кері әсер ететін факторлар: қоршаған ортаның ластығы, дұрыс тамақтанбау, тұқымқуалаушылық, денсаулық сақтау шараларының төменгі сатыда болуы, зиянды заттарды қабылдау, тазалықты сақтамау, отбасындағы кері жағдайлар, адамда стресс жағдайы жиі болуы. Демек, осы факторлар біздің денсаулығымыздың нашар болуына әсер ететін факторлар екен. Ал керісінше денсаулыққа дұрыс әсерін тигізетін факторлар: дұрыс тамақтану, қоршаған орта тазалығы, дене шынықтыру, денсаулық сақтау, медициналық көмектің сапасын жоғары болуы, зиянды заттарды қабылдамау, жеке басының тазалығын сақтау, қоршаған ортаға, табиғатқа, қоғамға, адамдарға деген дұрыс көзқараспен қарау, эмоциялардың оң болуы. Мың бір хадистен.
Денім сау болсын десең, тамақты ішер алдында және ішіп болғаннан кейін қолыңды жу. Тамақтың берекесі осында. Істеріңізді тазалап жүріңіздер, себебі ол пәктікке жатады. Пәктік иманға шақырады, ал иман жәннатта иесімен бірге болады. Алла тағала пәк, ол пәктікті жақсы көреді, тазалықты ұнатады. Үй жайыңызды, жүріп тұратын жолдарыңызды таза ұстаңыздар. 1001 түн хадистен. Демек, біз қай жерде болсын, өзіміздің отыратын жеріміз болсын, жұмыс жасайтын жеріміздің болсын, тазалықта ұстауымыз керек. Тазалықты әркім әрқалай түсінеді ғой. Енді сіздерге жағдаяттық сұрақтар, жағдаят талдау. Бір күні сені жан досың бір отырысқа ертіп баратындығын айтты. Онда барғаныңда үлкен жиынның үстінен түстің. Сені бейтаныс адамдар ішімдік ішуге, шылым жегуге шақырады. Досың да сенің солардың жағында. Бұған дейін досыңның мұндай әдеттерін байқамапсың. Осы жағдайда сен не істер едің? Қандай шұғыл шешім қабылдайсың? Өз шешіміңмен бөліс. Бірақ мен кешірімді болам, бірақ ішіп шейіп кетпейтін едім. Мен ондайға қарсымын деп. Өздерін істей беріңдер деп ше. Денсаулықтарыңа зиян, бұл зиян әдет деп сіз бас тартатын едіңіз, Басқаларымыз өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер. Оларға бәрібір айтқанмен қоймайды ғой, бір бастап болғаннан кейін. Қайтадан жалғастырып кетеді ғой сол жерде. Бірақ енді өзің егерде қарсы болатын болсаң, ол жерде мен қолдана алмаймын десең, қатты қыстайды деп айта алмаймын енді. Сақтансам, Құдай сақтайды. Сіз өзіңіз ол жерден бас тартуыңыз керек. Жаңа ішімдік ішуге. Ол жерден тұрып кету маңызды емес. Тек қана ол жерде мен оған қолдана алмаймын деп солармен сөйлеп ойлап отыруға болады деп ойлаймын. Екінші жағдаят. Енді мына жерде оқушылар, сыныпқа жаңадан оқушы келді. Барлық сынып оқушылары сонымен жақын араласып кетті. Сіз онымен дос болып та алдыңыз. Кейін сіз оның жұқпалы аурумен ауыратын білдіңіз. Сіз бұл жағдайда іс-әрекетіңіз қандай сіздің? Если бізге жұқса ма? Жоқ, сіз оның жаңағы жұқпалы аурумен ауыратын білдіңіз. Сол кезде не істейтін едіңіз сіз? Үйіндегілер. Айнұр айтса, кейін Венера, кейін Әсел. Білмеймін мен не істейтінді, именно сондай жағдай болып қалған кезде. Қиын жағдай. Білетіндеріңіз бар ма? Венера ма? Әсел ма? Кезекпе жауап берсе, кезекпен. Дауыс ескілмей қалады. Үйіндегілер білмесе, үйіндегілеріне айтып, ескертіп, емдетудің амалын жасайды. Сол мекеменің ауруханаға баруға кеңес берер едім, апай. Мейірбекеге сол мекеменің барып, көрініп, тексеріліп, өз-өзіне қарау. Ауруханаға баруға кеңес берер едім. Сенің өте жақсы көретін ағаңның аузынан ептеп сыраның иісі шығатынын бір-екі рет байқадың. Ағаңды қалай құтқарар едің? Ағаларыңызға не деп айтатын едіңіздер? Мен ештеңе дей алмаймын. Туралы ештеңе дей алмайсың ғой ағаңа. Барынша айтып түсіндіріп көруге немесе айтып көресіздер, Барынша айтып көресің ғой, түсіндіріп, если не алатын болса, тыңдайтын болса айтып көресің ғой. Тыңдамаса, өзіне ұнаса ішеді ғой. 1997 жылдың қазан айында ел президенті Назарбаев барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және ел әл-қуатының артуы туралы Қазақстан халқына жолдауын ұсынды. Арақ адам есін жояды, ұяттан бездіреді, арамдыққа, қылмысқа итермелейді. Сонымен қатар ішімдікке құмар адамның рухани байлығы азайып, адамгершіліктен жұрдай болады. Бұл рас. Ішімдік барлық ішкі мүшелерді улап, әртүрлі созылмалы ауруларға шалдықтырып, небір талантты да дарынды жас жеткіншектеріміздің арақтың кеселінен өз биігіне жете алмай өмірден кетіп жатқаны өкінішті. Міне осындай өкініштердің алдын алу мақсатында президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев 2030 жылға арналған еліміздің келешегін өркендету бағдарламасы назардан тыс қалдырған жоқ.
Демек, ішімдіктің адамға қалай әсер ететіні туралы, бір ішкеннен кейін оған тәуелді болып қалатын туралы Назарбаевтың өзі, елбасымыз айтып кеткен. Иә, сондай екен ғой. Темекі де дәл сондай. Баста оңай, одан құтылу өте қиын ғой. Иә, ішімдіктен. Айнұр көрдің бе? Ары қарай жалғастырсақ, Лұқпан Хакімнен сіздерге слайд көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Өмірде байлық қымбат па, жоқтан қымбат па көрініп тұр. деп сұраған екен Лұқпан Хакімнен. Сонда ол байлық та даңқ та адам баласын бақытты ете алмайды. Біле білсеңдер, ауруханнан дені сау қайырша бақытты. Ал бақыт дегеніміз әрбір адам өзінің күш-жігерін халқына, өз еліне, ұрпақ тәрбиесіне жұмсап, ақылды, парасатты және денсаулығы зор болса ғана бақытты деген екен. Лұқпан Хакім ерекше дарынды зерек болыпты. Сонымен қалдырған 7 өсиеті бар. Біріншісі, ерте тұру, орта тазалығын сақтау. Үшінші, дене шынықтыру. Төртінші, денені таза ұстау, ыңғайлы киіну. Бесіншісі, үнемі сергек жүру. Алтыншысы, артық тамақ ішпеу. Жетінші, көп ұйықтап, жалқау болмау. Осылардың барлығы денсаулық сақтаудың негізгі кепілі болып табылады. Лұқпан Хакімнен жаңа оқыдық. Бұл жерде жаңа ерте тұру. Бізде қазақта айтады ғой, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған ер адамның ырысы артық дейді, үйдің. Сондықтан барлығымыз ерте тұруға тырысайық. Ерте тұрсақ, бір ісіміз болсын, ерте бітеді. Өзімізді сергек сезінеміз. Жаттығу жасасақ, таңертең 5-10 минут болсын жаттығу жасауымыз қажет. Сонда күні бойы біз сергек жүреміз. Денсаулық, зор байлық тақырыбында ой толғау айту. Ой толғау айтатындар бар ма денсаулық, зор байлық туралы? Денсаулық ол біреулер әсемдік келбетпен байланыстырады, енді біреулер күш қуат, ер жігерлік деп ойлайды, салауатты ой сана деп ойлайды. Бірақ денсаулық нағыз анықтамасы ол азанда тұрып өзіңе бір жаттығу істеп, сергіп, далада таза ауада жүгіру, солар кіреді ғой. Қазір қыс мезгілінде ауа райы өте тамаша болып тұр, таза ауа далада. Кешкі құрымда жаңа далаға 5-10 минутқа серуендеп келуге болады. Таңертеңде ауа өте таза болып тұр. Бұл да демалып қайтсақ, денсаулығымызды шынықтырудың бір жолы. Мінекей біздің еліміз жасқа қарай әртүрлі көріністер өзі бере береді ғой. Тағы айтатындар бар ма? Айнұрдан басқа тағы. Мен айтсам болады ма? Венера ма бізде кім? Иә, айта беріңіз. Денсаулық зор байлық. Жалпы мен өзімнің ойым, адам денсаулық бұл қоғамдағы ең үлкен қоғам байлығы деп есептеймін. Жаңағы әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Денсау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, жұмысқа құлшынысы артады, және де денсаудың жансау деп бекер айтпаған ғой. Сондықтан бұл осы кезде денсау адам ең бай адам деп есептеймін, жалпы өзім. Денсаулық бұл адамның жаңағы еңбекке белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі және тәннің саулығы және рухани саулығының сезінуі. Күнделікті бір уақытта тұруды әдетке айналдыру, бөлмені жаңағы желдетіп, жатар кезде тағы да бір жаңа желдетіп, шынықтыру жаттығуларын жасап, бір жағынан гигиенаны да сақтап, денсаулыққа әркім өз денсаулығы үшін жауап беру қажет. Біреу үшін өмір сүрмей, өзіміз үшін өмір сүріп, денсаулығымызды арттыруымыз қажет деп ойлаймын. Рахмет. Тағы келесі денсаулық туралы, өз денсаулықтарыңызға қалай салауатты өмір салтын ұстанасыздар, бізбен бөлісе отырсаңыздар.
жаңа бастысы гигиена ғой, тазалықты сақтаймыз көбіне. Уақытылы жаңа тісті жуып, беті қолды жаңа тазалап жуу, қол тамақ ішер алдында, жұмыстан келген кезде мысалға қолды үнемі жуып тұру, сабындап, үнемі. ауаны тазартып, бөлменің ішін күнделікті жаңа терезелерді ашып, ауаны тазартып, жалпы шаңдарды бір аптасына 3-4 рет сүртіп таза ұстап, отқан жерімізді, жатқан барлық бөлмелерді таза ұстау, ол денсаулықтың мықты болуына әсер етеді ғой. Ауа бөлмесін желдетіп тұру, таңертең 5 минутқа есік терезелерді сәл ашып алсақ, кешке жақын ұйықтардан алдын бөлмелерін тазартып алсақ, өте керемет ұйықтаймыз, Одан кейін тамақтану да кіреді ғой, апай. Жақсылап тамақтану. Жаңағы қазір кездегі Дұрыс тамақтану. фастфуд тамақтарды алмау, тез әрі тойымды тамақтар бар ғой. Олардан бас тартуымыз қажет. Газды сусындар, коладан ең бірінші орында, коладан, фастфуд тағамдардан біз аулақ болуымыз керек. Өйткені ақш, Америка елдері осы фастфуд тағамдар бірінші орында оларда. Сол үшін оларда көптеген жүрек ауруы, жаңағы семіздіктен зардап шегуде. Сондай аурулар көбейіп жатыр ғой. Біздің Қазақстанда көбейіп кетті ғой жаңағы тез дайындалатын тағамдар. Соларды біз мейлінше тырысуымыз керек. Мінекей коронавирустан сақтану жолдары, қолымызды қалай жуу керек. Мінекей әдістерін көрініп тұр ғой сіздерде презентацияда. Мінекей осы 6 әдіс бойынша біз қолымызды жусақ, сонда қолымыз тап-таза болады екен. Еліміздің, слайд көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр. Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында деген Назарбаев. Тазалық, саулық негізі. Денсаулық сөзін былай жіктеп қарасақ, дұрыс демалу, ерінбеу керек, ниеттену, спортпен айналысу, ағзаны шынықтыру, уақытты дұрыс ұйымдастыру, лайықты өмір сүру, ынта-ықылас алға жетелейді, қозғалыс ағзаны шынықтырады. Салауатты өмір салтына тоқталатын болсақ, жеке бас гигиенасын сақтау, дұрыс тамақтану, зиянды дағдыларға әуестенбеу, күн тәртібін дұрыс ұйымдастыру, қоршаған ортаның тазалығы, дене тәрбиесі, спорт жаттығуларымыз. Мінекей темекі және сәби. Бұл жерде енді біреулер ана болып үлгерді, ал кейбіреулеріміз осы темекінің жаңағы адам ағзасына және балаға қалай әсер ететіні суретте көрініп тұр ғой. Ол айтады, сондай-ақ әкенің темекі әуестігі болашақ ұрпақтың денсаулығына кері әсер етеді. Ғылыми тұрғыда дәлелденгендей, темекі шегетін анадан көбіне жырық таңдай, жырық ерін бала туады. Бұл оттегі жетіспеуінің әсері. Егер біздің аузы мұрнымызды жауып қойса, оттегісіз шыдай алар ма едік? Жүктілік кезінде тәулігіне 5-10 тал темекі шеккен ана босанған кезде нәресте осындай хал кешеді. Қарапайым сөзбен түсіндіргенде сәби тұншығып қалады. Міне темекі әуестіктің салдары осындай тосын жағдайға себеп болмақ. Демек, қыз баласы болашақ ана болғандықтан темекіден аулақ жүруіміз керек. Өйткені міне көріп тұрсыздар, балаға қалай әсер етеді. Демек, одан қалыпты бала туылмауы мүмкін. Мінекей, денсаулыққа зиян келтіретін факторлар: темекі, бір орында қозғалмай отыру, ішімдік, көп тамақтану, бұның бәрі денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Денсаулық жөнінде даналық ойлар: Гиппократ, мөлшерден тыс тоқтықта, аштықта және басқа да ауытқушылықтың бәрі де денсаулыққа қолайсыз. Ибн Сина, дене жаттығулармен қалыпты және өз уақытында шұғылданып отырған адам ауруды құртуға бағытталған ешқандай емдеуді қажет етпейді. Демек, денсаулыққа байланысты жаттығулар да адам ағзасының көптеген жаттығулар, мысалы жүрек ауруына және де қан тамырлар ауруларын алдын алуға, аяқ
қол ауруларын алдын алуға осы дене жаттығулары өте тиімді делінген. Сұрақтар. Сен қандай емдік өсімдіктерді білесің? Пайдалы өсімдіктерді, шөп дәрілер. Не бар емес па? Ромашка бар ғой, ромашка. Соның суға салып, соны ішіне салып қойып, кейін бетіңді сонымен жуатын болсаң, андай бетіңде дақтарды тұндырып ішсең де жақсы ғой ауруларға. Көп қой, даже көптеген өсімдіктердің де барлығының пайдасы бар деуге де болады. Ромашка тағы қандай түймедақ дейді? Иә, түймедақ. Алоэ да жақсы. Иә, оның бетке жақсы. Көбінесе гүлдердің адамға қараған андай үйге пайдасы көп та. Ауалар тазартып неғылуға, адамдар денсаулығына. Сол жағынан пайдасы көп тиеді гүлдердің. Ішіп неғылғаннан қарағанда. Барлық гүлдің пайдасы бар ғой. Қандай шипалы сусындарды білесің? Каусар. Саумал. Саумалы дейді, иә. Саумалы, иә. Қымыз Зәмзәм. Айран бар, сүт бар. Ағарғандар жақсы ғой, иә, ағарғандар. Біздің қазақтың қымыз қымыранына жететін сусын жоқ қой енді. Барлық қазір кезде біз иммунитетімізді көтеру үшін қымыз бен қымыранды ішіп тұруымыз керек. Қазір де әлде де үзбей, соны апта сайын болсын алып тұруға тырысыңыздар, қыздар. Күнде таңертеңгісін аш қарынға ішсең, сергек жүресің, еші ауырғаны байқалмайды. Біз дәл қазір иммунитетімізді түсіріп алмауымыз керек, дұрыс тамақтанып, барлық жағдайға біз дайын болуымыз керек. Шұбат қандай малдың сүті? Шұбат. Түйе емес па? Түйені. Қымыран деп айтады, Қымыран дейді, иә. Қымыран немесе шұбат деп атайды. Өте көптеген түрлері бар. Қымыран қолданады ғой. Қымыз қандай малдың сүті? Жылқы. Қымызды ашытып дайындайды, оның неше түрлі бар. Ол тұрған сайын өз күшіне еніп, жаңағы адам ағзасына тигізетін ауруларға ем ғой ол. Иә. Туберкулез, жаңағы онкологиялық сахарный диабет ауруына, жүрек ауруларына, барлығына осы қымыздың әсері өте мол. Иә. Бірінші байлық денсаулық деген мақалды қалай түсінесің дейді. Жаңа біраз айтты ол туралы. Иә. Мінекей бүгін өте көптеген мәліметтер алдық. Енді алға жалғастырамыз. Денсаулық зор байлық. Адамның денсаулығы, қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз дені саудың жаны сау деп орында айтқан. Мінекей бұл тақырыпты таңдап отқанымыз денсаулық туралы, өйткені қазір еліміздегі жағдайды біліп отырсыздар барлықтарыңыз. Сондықтан бұны тағы да күшейту мақсатында тәрбие сағаты есебінде сіздерге осы тақырыпты алдық. Өйткені қазір кезде ең өзекті тақырыптың бірі, оны біз білеміз, телевизорден де көріп жүрміз деп емес. Мінекей өзіміз отырып, осылай онлайн түрде сұхбаттасқанға бөлек қой енді бәрі өзіміздің тобымызбен. Келесі, мінекей. Біздің елімізді жайлап бар жатқан осы індет коронавирус аурудың белгілері және сақтану амалдары. Оның белгілері: бас ауру, мұрынның бітелуі, жөтел, кеуденің шаншып ауруы, дененің қалтырауы, жоғары температура, жүректің қатты соғуы, тыныс алудың жиілеуі. Мінекей осы белгілері. Ал сақтану шаралары өте қарапайым, яғни қолды антисептикалық сабынмен жуу, ет пен жұмыртқаны жақсылап пісіру, қуыру, жабайы жануарлар мен малға жақындамау, ауруға шалдыққан адамдардан алшақ болу, мұрынның бітелуі мен жөтел кезінде майлықты пайдалану. Мінекей осы қарапайым шаралардың өзін қолдансақ, көпшілік жерлерге
бармауға тырысыңыздар. Мысалы базарларға, тойларға қазірдің өзінде біздің Жетісайда дәл қазір уақытта ондай жағдай болып жатқан жоқ, алдын болды ғой. Ал қазір басқа облыстарда болып жатыр бұл жағдайлар. Сондықтан біз осыны әрқашан ескеріп жүргеніміз жөн. Сонда да алдын алып, дайындалып барлығын жасап, сақтық шараларын жасау керек. Иә. Келмейді деген күннің өзінде де. Иә. Менен аулау кімдер онда деп па? Дені сау, ғұмыр жасың ұзақ. Ауруға 4 нәрсемен құрсақ тұзақ. Жылы сөз, жеңіл тамақ, жақсы әуен. Күлкідей бола алмайды бәрі, бірақ дей келе, денсаулық зор байлық деген мақалды дәл осында қорыта келгенде біздің басымызға төніп тұрған ғасыр дертінен қауіптену, сақтануымыз үшін не істеу керек? Салауатты өмір салтын сақтауымыз керек. Ол үшін мына баспалдақтармен көтеріліп жетістіктерге жетуге үміттенеміз. Ертеңгілік гимнастика, күн тәртібін сақтау, жақсы және уақытылы тамақтану, зиянды әдеттерден аулақ болу, спортпен шұғылдану, жеке бас гигиенасын, қоршаған ортаның тазалығы болуы тиіс, тиімді демалу. Мінекей осының барлығы біздің денсаулығымызға жақсы әсерін тигізеді. Мінекей орын алған жағдайға байланысты медициналық сақтандыру қоры Нұр-Сұлтан қаласы бойынша филиалының баспасөз қызметі коронавирустан сақтану шараларын естен шығармауды ұсынды. Жаңа айттық қой белгілерін: түшкіру, әлсіздік, бас ауруы, кеуде қуысының ауруы, жүрек қағысының жиілеуі, тыныс алудың жиілеуі. Коронавирус қалай таралады? Ковид 2 түрлі жолмен таралады. Жөтелгенде, түшкіргенде, ауру адаммен сөйлескенде, ауа арқылы, тұрмыстық заттар арқылы. Алдын алу жолдары қандай? Ең алдымен әр адам санитарлық гигиена талаптарын сақтануға міндетті. Көпшілік тамақтанатын жерлерге, қоғамдық орындарға, базарларға барудан бас тартқан жөн. Демек, бізге өте қажетті болған жағдайда ғана базарларға, сыртқа шығуымыз қажет. Барлығын жаңа тізімге жазып, керек заттардың бәрін алып алуымыз қажет. Өйткені қайта-қайта базарға да бара беруімізге болмайды, өйткені осы еліміздегі жағдайға байланысты сақтық шарасы ретінде. Қолды жиі сабындап жуыңыз, арнайы антисептикалық құралдарды пайдаланыңыз. Жаңа антисептикалық құралдарды қолдан да жасауға болады ғой. Жаңа интернеттен көрсеңіздер, қандай химиялық қосындыларды қосып, өздеріңіз де антисептикалық құралды жасап оларыңызға болады. Үйіңізді таза ұстауға тырысыңыз, жиі сумен жуып, ауаны тазартып отырыңыз. Коронавирус белгілері неше күнде білінуі мүмкін? Бұл жұққан күннен бастап 14 күннен 28 күнге дейін. Коронавирус жұқпаған анықтайтын анализдерді қай жерде тапсыруға болады? Ұлттық сараптама орталығы, орталық республикалық зертхана, қалалық клиникалық инфекциялық ауруханаларға. Қандай жағдайда коронавируске тест тапсыруға болады? Ең алдымен эпидемиологиялық ахуал қиындаған және вирус таралған елдерден келген азаматтар, сондай-ақ клиникалық белгілері анықталған және коронавирус жұқтырған пациенттермен байланысты болғандар тест тапсырады. Басқа жағдайларда анализ тапсырудың қажеті жоқ. Инфекция жұқтырған адаммен байланысты болғанда не істеу қажет? Вирус жұқтырған адаммен қандай да бір байланыс болған жағдайда 1406 бірыңғай байланыс нөміріне емхана немесе жұқпалы аурулар ауруханасына хабарласу қажет. Өзге мемлекеттерге барып келгенде не істеу керек? Және де біз жаңағы естіп жаттық қой, қаладан, шетелден жаңағы таныстарымыздың, соседтеріміздің балдары шетелден келіп жатыр. Сол кезде біз сол жергілікті емханаға айтуымыз керек, осы үйінде жүр осы бала, сіз осыларды тексеруіңіз қажет деп. Әрине бұл ауылыңыздың, көшеңіздің тыныштығы үшін айтуларыңыз керек. Біреулері айтпай, жаңа қашып жүретіндері бар ғой. Сондықтан бұндай жағдай болған кезде жаңағы өздеріңіздің емханаларыңызға барып айтуларыңыз қажет сіздер. Өйткені ол сіздердің денсаулықтарыңыз үшін өздеріңіздің.
Мінекей, коронавирус таралған елдерге барып келген азаматтар 1406 нөміріне қоңырау шалып, өзі жайлы мәлімет беруі тиіс. Сонымен қатар тіркелген емханасына жұқпалы ауруларды қабылдайтын ауруханаға хабарласуға болады. Әрі қарай не істеу керектігі мамандар өздері айтады. Демек, оны ары қарай медицина қызметкерлері сақтық шараларын ұстанып, ол адамды тексерістен өткізеді. Әрине, оны тексерген кезде жұқпағаны жақсы ғой бізге. Сондықтан алдын алу шарасы ретінде оны біз жіті қадағалауымыз керек. Коронавирус жұқтырған адамның отбасы мүшелері не істеу керек? Вирус жұқтырған адамның отбасы мүшелері міндетті түрде анализ тапсыруы тиіс. Дәрігерлер тест нәтижесін қарап, оны ауруханаға жатқызу немесе сырқат белгілері болмаған жағдайда үй жағдайында карантинге орналастыру жөнінде шешім қабылдайды. Коронавирустан қалай емдейді? Кез келген ауру сияқты коронавирусты да емдеудің белгіленген тәсілдері бар. Нақтырақ айтқанда, вирусқа қарсы әрекет ететін арнайы препараттар мен жеке гигиена талаптары қолданылады. Коронавирус жұқтырғанда үйде қалай емделуге болады? Ауырған адам үй жағдайында карантин жабылған жағдайда дәрігердің талаптарын бұлжытпай орындауы тиіс. Карантинге жабылған азаматтардың ешқайда шығуына болмайды. Гигиена талаптарын сақтап, бетперде киіп жүрсе, жеке ыдыс-аяқ пайдаланса, қолын сабынмен жуып, зарарсыздандыратын құралдарды қолданса, бөлменің ауасын жиі жаңартып отырса, вирусты отбасы мүшелеріне жұқтыру қаупі төмендейді. Карантин неше күнге созылады? Карантин 14 күнге созылады. Кейін пациенттер емхана дәрігерлерінің қабылдауында болады. Аурудың алдын алу үшін қандай дәрумендерді ішкен дұрыс? Арнайы дәрумен қабылдаудың қажет жоқ. Қазір дұрыс тамақтанып, жеміс көкөніс жеген дұрыс. Қоғамдық жерлерден тамақтанбай, үйдің тамағын жеу қажет. Неге сіздермен бүгін уақытымыз шектеулі. Бүгінгі тақырыптан түйгендеріңізді, алдағы уақытта қандай шараларды қолданасыздар, осы туралы айта кетсеңіздер. Бұл неден түйгеніміз, азанда тұрып таза ауамен жүру, жақсылап жуыну деген сияқты. Қолымызды жақсылап жуу, коронавируста қандай нелерден, мысалы адамдардан аулақ болу, мысалы ауру маска киіп жүру міндетті түрде сыртта. Венера, айта қойыңыз. Көпшілік жерлерге бармау деген сияқты ғой. Көпшілік ортада көп отырмау, сақтық шараларын қолдану. Базарға, басқа жерге барсақ та тек қажетімізді алып, сыртта көп жүрмей, үйде отыруымыз қажет, иә. Әрине, құрметті студенттер, сіздердің денсаулығыңыз біз үшін өте маңызды. Өзімнің тобым, елімізде де ондай жағдай қайтадан болмай та қойсын, осымен аяқталған бәрімізге жақсы. Сондықтан, қазіргі кезде қыс уақыты болғандықтан барлығымыз суықтап қалып жатырмыз. Ең бірінші біз аяғымызды жылы ұстауымыз керек. Қалың етік, қалың носки киіп, аяғымызды жылы ұстауымыз қажет. Жаңа салқын сулар ішпеуіміз керек. Салқын судан барлығымыздың тамағымыз ауырып қалуы мүмкін. Сондықтан тамақ ауырған жағдайда жаңағы ыстықтау су дайындап, кішкене тұз, сода қосып, тамағымызды шайып тұрсақ, тамақ аурудың алдын алуымызға болады. Дәл қазіргі уақытта күн суық қой, сондықтан мінекей көбімізде тамағымыз ауырып қалып жатыр. Сол үшін жаңағы спиртті де тамағымызға компресс жасап жағуымызға болады. Жылы киініп, сыртқа көп шыға бермей, қыс уақытысында біз өзімізге суық өткенін байқамай да қаламыз. Сондықтан мінекей бізге де жетсайымызда суып кетті, сондықтан денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер. Мінекей бүгінгі тәрбие сағатымыз соңына таяп қалды, уақытымызда 2-3 минут қалды. Сондықтан рахмет қатысқандарыңызға, белсенді болып отырғандарыңызға. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз, апай.